Қарағандыдағы жылу құбырларының 60% тозып кеткен. Құбырлар өткен ғасырдан бастап ауыспаған. Енді қыс түскенде үсіп қаламыз ба деп алаңдап отыр жұрт. Жылдар бойы жырға айналған мәселені шенеуніктер қалай шешпек? Ескі құбыр елді қақаған қыста тағы әбігерге салама? Азамат Серікқан анықтады. Қарағанды облысы бойынша жалпы ұзындығы 2000 шақырымды құрайтын жылу желілерінің жартысынан көбі, яғни 59% ескірген. Онсыз да арқаның сары аязында апат артынан апат болып, дірдектеп шығатын жұртшылық биыл да жылусыз қаламыз ба деп алаңдаулы. Өйткені тек облыс орталығының өзінде жылу құбырларының 70% тозып тұр. Қарағандыны былай қойғанда Теміртау, Шахтинск, Балқаш қалаларында да жағдай осы. Басым бөлігі өткен ғасырдың 70-90 жылдар аралығында төселген. Жаз келсе болды, жауаптылар көшедегі су жаңа асфальтты қопарып, тесілген құбырларда жамаумен айналысады. Жамағандарының өзі арқаның қақаған қысына шыдас бермей қалады. Жылу құбырлары басты проблема ғой, жыл сайын қайталанады. Постоянно ремонтируется, но это металлисты хотят. Вместо этих труб что будет? Особенно жана қыстың күндері құбырларда авария болып атады, жарылып атады. Бұл коммуналдық саланың да әбден ығырын шығарған. Алайда жылу маусымына 98% дайынбыз деп отыр. Ал ескі құбырды ауыстыру үшін биылға қазынадан 14 миллиард теңге бөлініпті. Жылу желілерінің тозу деңгейі 60% құрап отырса, электр желілерінің тозу деңгейі 70%-ға жуық. Енді қол қусырып отырған жоқ, біз тағы да қаражатқа келіп тірелетін мәселе. Бұдан бөлек жаңадан салынып жатқан үйлердің орталық жылу көзіне төтеден қосылуы да қысымды төмендетіп, жұрттың жылусыз қалуына себеп екен. Ал тозған құбырлардың алдағы 1-2 жылда жөнделмейтін шенділер де мойындайды. Азамат Серікқан, Еркелан Тойболдин, Айбат, жаңалықтар қызметі.